Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге балалардың сүйіп жейтін корицасыз синабонын дайындаймыз. Ол үшін жылы сүт керек, тұз қосамыз, қант қосамыз, дрожь қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Сұйық май қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Жұмыртқа қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Ұн қосамыз. Жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды ыдысымызға салып, бетін жауып, 1 сағат жарымға тындырып қоямыз. Столымызға ұн себеміз. Үстіне қамырымызды түсіреміз. Қолмен жайлап жаямыз. Енді оқтаудың көмегімен жаямыз. Тым жұқа жаймаймыз, қалыңдығын 1 сантиметрдей қыламыз. Үстіне сұйық май құйып шығамыз. Майды қолымызбен жақып шығамыз. Толықтай қант сеуіп шығамыз. Шетінен бастап жайлап ораймыз. Синабонымызды кесу үшін енді жіп керек, оны видеодағыдай дайындаймыз. Жібімізді астына салып кесеміз бір-бірлеп. Синабондарымызды бір-біріне жақын қоймаймыз. Пешімізді қыздырып қоямыз. градуста пісіреміз. Синабондарымыздың піскенін түсіне қарап анықтаймыз. Немесе синабонымыздың астын көтеріп қараймыз. Асты піскені болса, онда синабондарымыз дайын. Баршаңызға ас болсын, сіздермен бірге болған Жансая. Достар, маған тіркелуді ұмытпаңыз.